Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан осы елдердің барлығында су тапшылығы болады. Ал ең қатты көргеніміз биылғы жылы ол Жамбыл облысы 40-60 гектар жерлерін тастағандары бар. Ауылда біздің ауылда сонда қар жаумайды, мүлдем жоқ қар. Сол субсидияға үлкен үміт артады. 1 литр су 550 теңге. Суғармалы жаңағы су 1 куб дегеніміз ол 1000 литр. Иә, 1 тонна ол 3 теңге тұрады. Bir күнде мысалы 50, 60, 70, 40 гектар жерді суғара аласыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш құрметті көрермендер. Казагрес Сайнс қоғамдық бірлестігінің келесі түсіріліміне қош келдіңіздер. Бүгін біздің негізгі тақырыбымыз ауыл шаруашылығында қолданылатын су және оның қолдануына байланысты болады. Осы тақырыпқа байланысты бүгінгі біздің түсірілімімізге 10 жылдан астам тәжірибесі бар осы су жөнінде. Ирригатор Қазақстан деген мекеменің су жүйелері бойынша маманы Ермахметов Олжас мырза келіп отыр. Олжас, қош келдіңіз түсірілімге. Рахмет. Одан кейінгі біздің тұрақта біздің өзіміз жүргізушіміз Түрегелдиев Бекзат, кәсіпкер, ғалым, PhD доктор, ауыл шаруашылығы саласының не деп айтсақ болады, соны уайымдап жүрген, соны алға сүйрегісі келген қазақтың ғылымын және ауыл шаруашылығын сонда білікті маман. Қарап аласыз. Және Масалиев Нарман, бірінші ғалым, кәсіпкер, шаруа, және қазақтың жанашыры. Осы қолдан келгенше ауыл шаруашылығы саласында біліммен өз қазағымызбен бөлісейік деген ниетті алға қойып, осы жұмысты жүргізіп отқан жас мамандардың бірі. Жақсы. Онда бүгін біз арнайы осы түсірілімге байланысты бірнеше өзіміз сұрақтар дайындаған болатынбыз. Өйткені фермерлердің арасында, шаруалардың арасында жүрген соң, олардың жай-күйін сөйлесіп жатамыз, біліп жатамыз. Соған байланысты біз енді бір сұрақтарымызды жүйелеп, содан бастасақ. Ең бірінші енді судың нелеріне сұрағымыз келіп отыр. Судан, ауыл шаруашылығы қолданатын судың қай жерден алынады деген сияқты олар. Қайнар көздері қандай оны? Сіздерге рахмет шақыруларыңызға. Мынау біздің бағыттағы жұмыс істеп жатқан компаниялар, содан кейін балдар, кәсіпкерлер болсын, ауыл шаруашылығындағы біздің шаруалар барлығы осындай подкаст па сюжетті күткен болатын. Өйткені талқылау керек. Сол үшін үлкен рахмет тағы да. Ал енді сіздің сұрағыңыз бойынша бізде Қазақстанда біздің ойымыз және де біз жұмыс істеу барысында көріп жатқанымыз ең біріншісі көлдер, өзендер алынып жатқан. Сол өзен мен көл арқылы салынған каналдардан арыққа өтіп, әр поляның басына алып келетін су. Келесі жер асты сулары. Жер асты суларын қолдану соңғы бір 3-4 жылда қатты іске асып жатыр. Біз соны байқап жатырмыз. Және де солтүстікте, содан кейін батыс Қазақстан жерлерінде мен қазақшалап кейбір сөздерді аудара алмай қалам. Лиман деп аталады ғой. Сол көлшіктерді қолданады. Ол бірақ суғару үшін емес, көбінесе жайылымдық жерлерде болмаса мына көп жылдық шөптерді шөп орған кезде сол үшін қолданады да. Қарды бір жерге жинап, техникамен мына су шығып жатқан басын жауып тастайды да, сол су тұрады да. Ол мысалы көктем мен жаздың басқа айларында тез буланып шығып кетсе, қалған айларында сол арқылы шөп өсе береді да, соны қолданады. Соны айтсам болады. Енді ең басты нәрсе сол мұздық, бәріміз білетін. Мұздық ериді да, өзенге келеді, өзен арғай көлге келеді. Арғырай сол судың бәрін қолданамыз біз. Ал енді бұл жерге соңғы жылдары тенденция қалай сіздің ойыңызша? Су көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Одан кейін алдағы 10, 20, 30 жылдардағы арнаған болжамдар бар ма? Су азая ма, кемейе ма? Сіздер енді ғалымсыздар, кәсіпкерсіздер, сіздерді ойыңыз бөлсеңіз. Ғылыми жағынан айта алмаймын. Кәсіпкерлік жағынан біздегі бір 3-4 үлкен әлемдік компаниялар бар ғой. Солар
енді Қазақстанның өзін емес, мына біздің орталық Азия мемлекеттерін зерттеген ғой. Сол кезде ол кісілердің айтатыны, біздің көршілес еліміз Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, осы елдердің барлығында су тапшылығы болады. Неге? Біріншісі, ауа райы, күн температурасы жаздық айларда көтеріліп жатыр. Содан кейін маусымдық жаңбыр, негізі жазда болатын жаңбырдың бәрі көктем мен күзде болып жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар. Сол себептен мұздықтар ери бастайды. Ал қысқы уақытта қар жиналады да, ол мұзға айналып үлгермейді. Сонда бізде жаңағы түскен ылғалдың барлығы кете береді. Мұздықтардың көлемі азая береді. Ал біз ішіп жатқан су, қолданып жатқан судың бәрі сол мұздықтар. Жаз айларында жаңбыр аз жауғаннан кейін су жиналмайды кейбір жерлерде. Сондықтан су көлемі азайып жатыр. Оның бәрі көріп жатыр. Ал ең қатты көргеніміз биылғы жылы ол Жамбыл облысы. Біздің клиенттеріміз Жамбыл облысындағы тамшылатып суғару, жаңбырлатып суғаруда, болмаса арықпен суғарып жатқан кісілердің көбісі 5, 6, 10, 40, 60 гектар жерлерін тастағандары бар. Егінді егіп, арам шөптермен күрестерін жүргізіп, бізде тамшылап суғаратын капельный лента дейді ғой. Сонысын салып тастап, бүткіл жүйесін құрғаннан кейін тек қана су болмағаннан кейін суғара алмай қалды. Биылғы жылы сондай болды, рас. Бұл жерден негізі біреулер айтты, Қырғызстаннан бермей жатыр екен. Қырғызстан кейін өзінің нелерін әлеуметтік желілерге салды ғой, оларда да су жоқ. Оларда көрсетіп жатты ғой, білмеймін, рас өтірігін, бір үлкен таудың басынан. Яғни су жиналмаған биылда. Су қоймасында. Яғни ылғалдың жетіспеушілігі сонда әлемдік жылудың себебі не болып тұр ғой сонда, иә? Өйткені мен бала күнде естімде да, мен өзім оңтүстіктің тумасы болғандықтан бала күнімізде ауылда хоккей ойнайтынбыз да қыс күні. Су жаңбырды, қардың мұз қатып сонда. Қазір ауылда, біздің ауылда қыста қар жаумайды, мүлдем жоқ қар. Кейбір қыстарда қар жаумайды керек. Яғни тенденция ары қарай кері кете береді деген сөз. Енді ең бірінші үлкен себеп ол ауа райы. Оны бәріміз түсініп отырмыз. Екінші себеп ол өзіміздің адами фактор. Тек қана біз қалай суды қолданамыз, қалай үнемдейміз. Бұл жерде мен санға келіп айтам көбінесе түсіндіріп. Мысалы, сіздер қарасаңыздар, 1 литр су ішетін біздің дүкендердің сөрелерінде 350 теңге. Ал енді суғармалы жаңағы су, 1 куб дегеніміз ол 1000 литр. 1 тонна ол 3 теңге тұрады. 3 теңге? 3 теңге тұрады. Шамамен ол Алматы Жетісу облысында. Енді санаңыз, 1 литр 350 теңге, 1000 литр 3 теңге. Жарайды, ол су фильтрден өтпеген, құмыраға жаңағы құйылмаған, тағда не айта аламыз, тұнбаған, мысалы, бір қоймада тұрған жоқ, дүкенге дейін логистикасы дейді ғой, соның жолы саналмаған, бірақ бәрібір 1000 литрді біз тазартып қолданғанбыз ғой. 100 000 есе қымбат болып тұр. Көрдіңіз бе? Қазірдің өзінде сондай баға болып тұр. Ол бізде Қазақстанда. Мен көбінесе біздің шаруаларға айтамын ғой, біз мына суды қолданған кезде кішкене сандарға қарамаймыз, өйткені ең басты мақсат өнім алу ғой. Ал өнім алудың жолында қанша ақша кетіп жатыр, қандай шығын кетіп жатыр. Мысалы, тұқым болсын, жаңағы дәрі-дәрмек болсын, су болсын, техника керек, жанар-жағармай болсын, бәрібір кете береді ғой. Ең басты мақсат жаңағы өнім алу. Сонда санға қарамай кетеді. Ол адами фактор, ол барлығы көріп тұр. Ең бастысы тағда бір адами фактордан кейін үшінші нәрсе, біз жылда бір қателік жібереміз ғой. Сол қателікті келесі жылы түзетуге тырысамыз. Айтамыз, мен мына қателікті жасамаймын деп. Ал үшінші жылы тағы да басқа қателік шығады. Сен оған дайын емессің. Соны бізде көп, енді іс жүзінде көріп жатқанымыз 3, 4, 5 жылдан кейін көп шаруалар болсын, компаниялар болсын, мамандар болсын, жаңағы нәрседен шашап кетеді, оған көңіл бөлмейді. Сонымен ол іс тоқтап қалады. Содан кейін алға жүрмей қалады. Бірнеше ондаған жылдық стратегиялық жоспар құрып қой. Иә. Бұл жерге мынандай бір сұрақта, жаңағы су көздеріне тоқталдық қой. Енді тағы бір жер асты су деген бар ғой енді. Жер асты су. Мысалы, содан алып ауыл жерлерде құдыққа су ішіп жатады, мал сорып жатады. Мынандай бір сұрақ. Мысалы, жер асты суларын
пайдалану қалай мысалы ауыл шаруашылығында. Сосын бізге бір батыстың бір кісі сұрақ жолдады, батыс Атырау облысынан. Ол кісі айтады, біздің жер асты суымыз тұзды дейді да. Иә. Соны біз алып пайдалана аламыз ба дейді. Соны бір егіншілікке соны қалай тұзын азайтсақ болады, немесе бір сүзгіден өткізетін жаңағы бір құрылғылар бар ма деген сияқты. Сол жер асты сулар және қолдану жөнінде. Жер асты суларын көп зерттеген осы кеңес өкіметі кезінде 60-70 жылдары жаңағы жер асты суларының картасы бар. Мен өзім мысалы жақсы маман бар жер асты суы бойынша. Сол кісімен жұмыс істеймін. Ол екі жаңағы облыс, Жетісу және Алматы облысы бойынша. Қазақстандық маман ғой. Иә, қазақстандық маман. Ол кісі 51 жылы дүниеге келген, үлкен кісі, бірақ әлі де жұмыс істеп тұр. Мықты денсаулығы бәрі. Маған өте ұнайды сол кісімен жұмыс істеген. Айтайын дегенім қандай? Біз іс жүзінде осы Жамбыл облысында бір кісі айтқан болатын бізге. Жер асты суында тұздың көлемі көп болып тұр суда. Біз тек қана айттық, оны жаңағы арнайы дәрі-дәрмектер бар ғой, химиялық. Соны қосып, және де ол суды белгілі бір көлемде жинап, сол жерде ертіп, судың концентрациясын түсіріп, тұздың концентрациясын түсіріп, содан кейін қолдануға болады деп. Ал былай жаңағы тұзы көп суды қолданылмайды. Өйткені бәрібір өсімдік ол ауыра бастайды. Ол сіз енді қалай айтса болады, угнетение дейді ғой, орысша. Ол стресс алады бәрібір. Өсімдік стресс алады, ертеңгі күні сіз кері әсер қалдыруы мүмкінсіз судың. Енді біз көбінесе суда жаңағы белгілі бір элементтердің көп болып кетуінен қорқамыз. Аз болуынан емес, көп болып кетуінен қорқамыз. Тұздың жаңағы санмен айтқан кезде 1-1,5 грамм болса ішінде, ол суды қолдануға болады дейді негізі. Бірақ стандарт бойынша 1 грамм болу керек. Ал айтылғандай Израильде мысалы оларда 2-2,5 граммға дейін сақталса судың көлемінде тұз, ол кісілер қолдана береді. Оларда бір құрылғылар болып тұр. Құрылғылар бар. Яғни біздің елде оны алып келіп істесе болады негізі, онда құрылғыларды алып келіп істесе болады, бірақ ең басты нәрсе, қайтадан айтып келетін, бізде оған тоқ, екіншісі су құбырлары, сол суды жинайтын қоймалар керек. Содан кейін сол тазартылған суды қайтадан сол су құбырлары арқылы жеткізетін. Енді ол инфраструктура деп аталады. Ол инфраструктура жағы бізде өте төменгі жағдайда. Яғни қиын, бірақ болады. Болады, бірақ судың құны немесе көп уақыт алады. Ең екінші нәрсе, оның құны жоғары болады. Өйткені батыста басқа жол жоқ қой. Батыста мысалы енді ол жерлер көбінесе бұрынғы Каспийдің енді кепкен жерлері ғой, енді көп жерлер. Жер асты бәрі тұзды енді. Яғни шешім табуға болады ғой. Неге пайдаланбасқа деймін, қаншама мидай далалар жатыр ғой. Енді осыған келесі сұрақ туады, осы суғару тәсілін таңдағанда шаруа бірінші рет нені ескеру қажет? Көбінесе мен өзім шаруаларға жаңағы жұмыс істеу барысында былай айтамын. Ең бастысы тоқ келе ме, жоқ па? Екіншісі судың көлемі қалай келеді? Мысалы, бір кісілер каналдың бойында отырады. Болмаса су қоймасының жанында отырады. Кейбір кісілер бәрі айтады, біз жаңағы каналдың ең соңында отырамыз, бізге аз су көлемі жетеді. Мен айтамын, мысалы, сіз ең соңында отырсыз да, сізде 100 гектар жер бар. Бірақ сізге келіп тұрған су аз. Сіз ол 100 гектар жерді суғара алмайсыз. Біздің тамшылатып суғару жүйесін қойсаңыз да, жаңбырлатып суғару жүйесін қойсаңыз да, спринклерді де қойсаңыз да, ол су жетпейді сізге. Сіз тек қана 100 гектардан 20, болмаса 30 гектарын ғана жасай аласыз. Болмаса су қоймасын жасайсыз, сол арқылы көбейтесіз. Ең бастысы сол. Ал не тоқты айтамыз? Өйткені басында дизель отынмен жұмыс істейтін құрылғыларды қояды. Барлығы. Қайтадан Алматы, Жамбыл облысында көп кісілер сөйтіп бастап қойды. Өйткені тоқты тарту өте қымбат болады. Ал іс жүзінде мысалы бір күнде 500, 600, 700 литр кеткен кезде ол кісілердің бәрі күнде тасымалдайтын болды. Мысалы алады да ауылдан ба, жанармай сатылған жерлерінен
20-30 шақырым жерде полялар. Сол жерге күнде барып келуі бар. Ал бір рет тоқты алып келді де, қойып, электр насосын қойды, қосты, жұмыс істеп жатыр. Біз санаған кезде орташа баға есеппен 1 киловаттқа мысалы ең арзан 19 теңге, ең қымбаты 47 теңге. Орташа баға 27-28 теңге. Сонда насос біздегі 20-22 киловатт жұмыс істесе, сағатына 450-500 теңге деп санаңыз. Оны 20 сағатқа көбейтсек 10 мың теңге. Ал 500 литрді көбейтсе 280 теңгеге ары қарай санаңыз. Қандай сандар? Біз ең басы соны айтамыз. Ал келесіде ол поляның жаңағы контуры деп айтады ғой. Мысалы, ұзындығы ені қандай? Ол тік 4 бұрышты ма, 4 бұрышты ма, болмаса жаңағы шет жағында қисық жаңағы тау төбелері бар ма, соған байланысты айтамыз. Мысалы, кейбір кісілер айтады, мен осы 20 гектарым бар, кішкентай бой. Сол 20 гектардың 100%-ін игергім келеді дейді. Сонда біз айтамыз, ендеше сізге тамшылатып суғару келеді. Ол кісі айтады, мен технологиям бойынша келмейді. Мендегі жаңағы дақылдардың ауысымы бойынша келмейді. Менде егін бар дейді. Болмаса көп жылдық шөптер бар дейді. Болмаса жаңағы қызылша бар дейді, қант қызылшасы. Біз онда айтамыз, ендеше сізге жаңағы катушка деп айтады, ол жоқ, барабанного типа деп бөлеміз біз. Жаңағы жаңбырлатып суғару машинасы, бірақ барабанного типа. Соны қолдану керек дейміз. Сөйтіп бөлеміз. Ал үшінші нәрсе жаңағы ауысымы. Дәнді дақылдар. Тамшылатып суғаруда егінді егу өте қымбат болады. Оны тамшылатып суғаруға қазір келеміз. Енді жаңағы суарудың тәсілдеріне келетін болсақ, жаңағы өзің жаңағы бірнеше қозғап кеттің, соны бір жаңбырлатып суарудан бастасақ. Мысалы, жаңбырлатып суаруды қазір өте жиі байқаймыз, әсіресе оңтүстіктерде, сосын Қарағанды облысында, сосын мынау Абай облысында, Семей қаласында, сосын Павлодарда өте жиі байқайсыз көкөністерде. Бірақ осы жерде бір сол туралы артықшылығын айтса, артықшылығы бар, бір кемшіліктері тұсымдар болады ғой. Сол мәселесі жөнінде жаңбырлатып суару. Және де мынандай бір түсінік бар. Жаңбырлатып суару топырақтың құрылысын бұзады деген сияқты. Көп сұрақ қояды. Одан кейін осы бір сұрақпен жаба салайын бәрін. Мысалы, Алматы облысында бір үлкен бір шаруашылық ойлаймын, жүгеріні жаңбырлатып суаратын. Олар айтады, бізге кішкене қиын болып жатыр дейді жүгеріні жаңбырлатып суару. Яғни осы жаңбырлатып суару және оның артық кемшіліктері, және топырақтың құрамына қатысты, және осы именно жүгеріге қатысты бір несін айтып өтсек. Жаңбырлатып суғару Қазақстанда да, енді әлемде де механикалық суғару деп айтсақ болады. Жаңағы машина арқылы суғару ғой. Негізі мен көп шаруаларға айтам, ол бізде темір конструкциясы. Өйткені ол жерде дөңгелек тұрады, электр қозғалтқыш тұрады, редуктор вал тұрады. Егер су болмаса, ол тек қана жаңағы ең далада тұрған темір болады. Болды, алдыға артқа қарай жүретін. Су болса ғана сіз оған ылғал бересіз. Ең жақсы нәрсесі жаңағы үлкен, болмаса орташа поляларда сіз бір құрылғы арқылы бір күнде мысалы 50, 60, 70, 40 гектар жерді суғара аласыз. Сол жерге 10 миллиметр болмаса 100 куб бір гектарға норма бере аласыз. 1 гектарға норма бересіз. Енді 10 мың шаршы метр деп саналатын болсақ, онша 10 миллиметр су ылғал келіп тұр деген сөз. Жаңбырлатып суғару біздің түсінігіміз бойынша жаңағы ауыспалы, жаңағы ауысымда жұмыс істеп жатқан шаруаларда 4 болмаса 5 дақыл болса, ең бастысы көп жылдық шөптер, содан кейін арпа, бидай болатын болса, осы жүйені таңдау керек деп ойлаймыз. Өйткені ақша жағынан ыңғайлы болады. Бір. Қазіргі кезде сол солтүстік жақтарда көп кісілер биылғы жылғы қиындықтарымен қарап, барлығы тұқымға деген жерлерін жаңбырлатып суғаруға қойып жатыр. Үлкен жерді. Өйткені білет тұқымды ол кісілер уақытылы, содан кейін толық технологиямен жұмыс істеу арқылы алады. Ал оңтүстікте енді өкінішке де орай жаңағы жақсы жағы да бар. Көп компаниялар бар қазір айналысып жатқан сонымен. Ол кісілерге жеңіл болды да, өйткені
жаңағы Қытайдың заводтарынан, Түркияның заводтарынан, басқа шетелдерінен алып келу оңай болып тұр осы жаңбырлатып суару жүйелерін. Сол үшін ол кісілер келіп біздің шаруаларға өздерінің машиналарын бергеннен кейін біздің шаруалар тез сатып алады. Жаңағы біз айтқан қиындықтар бар ғой су бойынша. Сонан кейін барлығы қарайды да, осымен мысалы мен қойсам, арықпен суара алмаған суды жеткізе аламау дейді да. Сол арқылы қойып тастайды. Ал нақты айтатын болсақ, біріншісі, сіз технологияңызды өзгертпейсіз. Өйткені арықпен мысалы минералды тыңайтқыштар бердіңіз бе, арасынан тура сөйтіп бере бересіз. Тек қана сіз ылғалды суарған кезде ертерек бастайсыз жаңбырлатып суаруда. 40 күннен кейін, болмаса 50 күннен кейін суаруды бастасаңыз, мұнда 25-30 күні бастау керек боласыз. Екіншісі, жаңағы топырақты ұрып тастайды деген ол рас. Біздің клиенттердің бәрі оны көріп отыр. Біз өзіміз көріп отырмыз. Осы бағытта жұмыс істейтін басқа компаниялар да көріп отыр. Оны ізденіп жатырмыз, қалай шешуге болатын. Ол напорына байланысты емес. Ол да бар. Ол тамшылар. Мысалы спринклерде тұрған тамшылар. Негізі жаңағы топырақтың құрамына байланысты, құмдауыт жер ма, сазды жер ма, қара топырақ жер ма, соған байланысты біз тамшысын кішкентай, орташа болмаса үлкен қылдырып қоямыз. Енді жаңағы 4-5 ауысымда болатын дақыл болғаннан кейін біз орташа тамшыны аламыз да. Ал егерде әр дақылға, әр жаңағы полиға, топырақтың құрамына қарап қарайтын болсаң, жаңағы тамшысын таңдайсың, сол арқылы жұмыс жасайсың. Сонда топыраққа ешқандай жаңағы механикалық әсерін тигізуге қашамыз. Бірақ қулықтар бар, оны біз өзіміз осы соңғы 5 жылдың ішінде әлі де ізденіп жатырмыз, көріп жатырмыз. Сіз айтқан шаруа қожалығын білетін шығармын мен, түсініп тұрмын олардың жаңағы әрекеттерін. Қазір тағы да ол кісілер ізденісте, олар насос құрылғыларын ауыстырса, содан кейін басқа агрегаттар қолдансақ па деп отыр. Бірақ жылдан жылға олардың көрсеткіштері жаңарып келе жатыр. Ең бастысы тағы да бір нәрсе айтатын, мен бағанағы сандарды айттым ғой, 10 мм 100 куб дегенше. Бізде оңтүстікте жаңағы бірінші жаңбырлатып суару машиналары Павлодар, Ақмола, Қарағанды облыстарына кіргізілді ғой. Содан кейін оңтүстікке кіргізілді. Ол жердегі қысқа мерзімде, мысалы бізде жоңышқан, енді көп жылдық шөпті мамыр айынан қазан айына дейін суаруға болатын болса, ол жерде жаңағы мамырдың соңынан болсын, болмаса шілде мен тамыз айларында 1-2 рет суарады болды. Сол уақытқа байланысты машинаның жаңағы 6-8 мм, болмаса 62 есе аз норма беретін машиналар қойған ғой. Соларды алып келді де бізде оңтүстікке. Сол қателік па деп отырмыз біз. Сол солтүстіктегі мысалды алып, солтүстікте қолданылып жатқан жүйелерді алып, оңтүстікке алып келіп қойды. Ал бізде мамыр айы емес, болмаса сәуірде де жылайтын кездер бар ғой. Содан қараша айына дейін де бар күндер. Мысалы қазірдің өзінде қазанда кейбір кісілер күздікті егіп жатыр, суғарып. Болмаса жиналып тастаған жерлерін суғарып жатыр. Сондай қателік бар ма деп ойлаймыз біз. Ол үшін сонда жаңбырлатып суаруды қолданғысы келген адам бірінші өзінің топырақ климаттық жағдайына, одан кейін өзінің қалтасының шамасына, су көзіне байланысты. Содан кейін ғана қайсысы дұрыс екенін таңдау керек қой. Қазір ең жақсысы сол болып тұр ғой. 4-5 жүйе бар. Сен ең бастысы көбінесе ең соңында барлығы қаражатына қарайтын болады. Қаражатына. Мен осыған байланысты Павлодар облысында не деген Асқат деген шаруа қожалығы бар. Картоп сәбіз егеді негізі бағыт сол. Сол жерде сондай жаңбырлатып суару жүйесі бар да. Маған сол жердің айтқаны, енді мен оны басқа жақтан көп көрген жоқпын, салыстырамаймын. 1 шақырым 200 метр дейді ұзындығы. Сол Қазақстан ең ұзын дейді. Сол рас па не? Сондай ма? Одан ұзындары бар ма? Қарағандыда бар Шанс деген шаруа қожалығы. Оларда 1000 метр ма? Анада 1000 метр 1200 метр екен ғой. 1200 не болса 1000 метр. Шанс шаруа қожалығы биыл жазда тағы да қойды сондай машинаны. Ол жерде де 1000 метр. Ұзын. Енді
Ол жақтағы кісілер айтып отырмыз ғой. 3 болмаса 2, кейбір кезде 1,5 ай ғана суғарылатын кез ғана беріледі. Ол кісілерде бәрібір жаз айларында таң сағат 4:30-5-те атады. Кешкі уақыт сағат 9:30, 10 болмаса 11-де кеш батады. 16-18 сағат күндік уақыт болған арқылы олар көбірек жұмыс істейді. Бізде таулы аймақтар бар, оңтүстікте бар, 8, 9, 10 сағат бәрібір. Бірақ күнмен санаған кезде бізде 120-130 күнге дейін суғаратын кездер болады. Жақсы, осыған қатысты бір сұрақпен тез я жоқ деген жауаппен аяқтасақ болады. Жаңбырлатып суаратын бар ғой, айналмалысы бар, түзіп жүретін бар. Негізі соның оны қолдан реттей салуға бола ма негізі оны? Ол арнайы бөлек бола ма олар? Негізі конструкциялары бір. Бір, иә? Конструкциялары бір. Қосымша бір нелер. Қосымша құрылғылары бар, ол жаңағы орыс тілінде айтқан центральный опорный башнясы болады. Соған дөңгелек қойылады, болмаса анкер болттармен жаңағы бекітіледі. Болды, жақсы. Осыған қатысты енді басқа тәсілге көшіп, тамшылатып суғару. Соның артықшылығы мен кемшіліктерін айтып берсеңіз. Региондарға байланысты аймақтарға. Енді болады бөлуге солтүстікке, оңтүстікке, шығысқа деп. Солтүстікте жаңағы көбінесе іс жүзінде де жаңбырлатып суғаруды таңдап жатыр. Өйткені көлемдер үлкен. Тамшылатып суғаруды қойған кезде адами фактор көп те. Адам қолын жұмыс көп болады. Содан кейін үлкен бойлар болғаннан кейін ол кісілерге ыңғайлы. Машинаны қоясың, жаңбырлатып суғару, уайымдамайсың. Мысалы 200, 300, 400, 500, жаңағы айтылған 1200 метрлік машина қосылды, 2-3 адамды қамтамасыз етті, ол жұмыс істеп жатыр. Ал оңтүстікте таулы қыраттарда, мұндай шөл жерлерде ондай полилар жоқ қой. Ең үлкені біз көргеніміз мысалы 600-700 гектар шығар. Ал бір кісіде бар шығар 2000-3000, бірақ ол бөліп арасында 1 шақырым болмаса 200-300 метрлік жерлер болады. Содан кейін ол жерде тік төртбұрышты дейді ғой, полилар. Сондай. Ал бізде полилардың контурлары әртүрлі. Бәрібір тамшылатып суғару оңтүстікке ыңғайлы ма деп отырмыз біз. Ал енді тамшылатып суғаруды қолданғысы келген шаруа нені ескеру қажет? Тура сол. Біз бәрібір айтып отырмыз. Жүйені таңдаған кезде ең біріншісі ол инфраструктура. Тоқ пен су қандай келеді? Егер тоқты алып келу өте қымбат болса, бәрібір дизельдік отын қолданады. Топырақтың түріне, келесі, ол топырақ. Топырақтың түріне артықшылығы мен кемшіліктері бар ма? Біз ойлаймыз, тамшылатып суғаруда ондай кемшілік жоқ деп. Бәрібір қандай топырақ болсын, ең бастысы мақсаты суғару болса, су бере аламыз. Ал келесі мақсат, ол суды сақтап қалып, сол арқылы көбірек өнім алу болса, ол екінші мақсатты, онда тамшылатып суғаруды санау керек болады. Ал енді осы санауға келсек, шамамен орташа тамшылатып суару технологиясын қолданатын шаруа қанша шығыны болады 1 гектарға? Ең арзаны біз санағанбыз, ол 630 мың ба, 650 мың теңгеден басталып, 1,5 миллион ба, 1,8 миллион теңгеге дейін болады. Ол тамшылатып суарудың ба? Қосымшасына байланысты. Мысалы, ең оңай жаңағы ағылшын тілінде лейфлет деп айтылады. Ол жаңағы суды тасымалдау үшін арналған. Соны қолданады. Қолмен ашып жабатын жай крандар бар. Соны қолданады. Болмаса автоматты түрде ашып жабылатын клапан бар. Тура сол метеостанциямыз бар. Жаңағы интернетті қосуымыз бар. Соның бәріне байланысты 650 мыңнан басталайын деп тұрсың. 650 мыңнан басталайын деп тұр. Ал шаруада бір белгілі бір аумақ бар ма? Мысалы үшін мынанша гектарың болса, сен тамшылатып суғаруға саған тиімді. Ол бәрібір. Сіздер шек жоқ. Мына күнделікті біз өзіміз үйлердегі бау-бақшада қойып отырмыз. Кішкентай болсын. Ең бастысы су болса ол бітті. Ал енді жаңбырлатып суғарудың шығындары қалай? Бұл жерде екіге бөлуге болады. Құрылғының өзі, жүйенің өзі, мәшіне.
жаңбырлатып суару машинесі. Ол енді 1 гектарға шаққан кезде 830-850 мың теңгеден басталады. Одан арзаны бар. 700 мың теңге деп айтсақ та болады. Ал ең қымбат бағасы 2,5-3 миллион теңгеге дейін жетеді. Тура сол. Екіншісі ол инфраструктура. Қайтадан. Ал енді бұда да сұрақ бағанағыдай шекаралар бар ма? Мысалы үшін тамшылатып суғару, жаңбырлатып суғару үшін минимальный осынша гектар болу керек. Максимальный деген сияқты. Жаңбырлатып суғаруда енді шек жоқ деп ойлаймыз. Керісінше аз көлем болса, ол тиімсіз болады. Ақтамайды ғой. Өзін қымбат болып кетеді. Өзін ақтауы неше гектардан басталады? Жаңбырлатып суғару. Жаңбырлатып суғарады. Енді солтүстік, шығыс, содан кейін батысқа айтатын болса, ондай шектеу жоқ деп ойлаймын. Бәрібір жер көлеміне байланысты. Ал оңтүстікте кем деген кезде 50 гектар жер болу керек қой. Мысалы 50 гектар дегеніміз ол көлемдегі 100% көлемдегі 70%-ін алады. Сонда шамамен 70-80 гектарлық жердің 50-55 гектарын суғара аламыз. Сонда ол тиімді болады. Енді бәрібір биылғы жылғы өнімнің бағасымен санаған кезде ол 3-5 жылда ақша қайталады. Ол инвестиция. Ал ана жылғы бағалар бойынша, бәрі дақыл бойынша, кукуруза, соя, қант қызылшасын санаған кезде біз өкіметтен беретін субсидия арқылы 2 жылдың ішінде ақша қайтатынын өзіміз көргенбіз. Біздің клиентіміз де қалған шаруа қожалықтар сөйтіп айтты. 2 жылдың ішінде ақталады екен деп. Ода енді келесі бір тәсілге, кәдімгі өзіміздің дәстүрлі суару бар ғой, арғы арқылы. Бұл енді қазақта бұрында кемдемес екен, бұдан былтыр бір мақала оқыдым да. Қазақ егінмен айналысқан ба деген сияқты. Өйткені бізге бір жалған түсінік бар екен, бізге біреуге үйретті егіншілікте дегенше қазаққа дейін. Бірақ сөйтсек қазақта түрлі өзінің сорты бар екен, бес бас бидай деген сияқты. Сосын терминологияны келтірген да ғалым анау суару жүйесіне қатысты. Енді арықтық жүйе болған ғой енді. Соған ойлайсың, арықтық жүйенің несіне тоқталып өтсек, жаңа сұрақтарға қатысты сияқты ғой, артықшылығы, кемшілігі. Біздің ойымызша негізі арықпен суғару бәрібір біздің елде де, әлемде де бар. Енді барлығымыз Америка құрама штаттарына қараймыз ғой. Америка құрама штаттарында әлі 500 мың гектар жер бар, арықпен суғарылады. Біз санаған, енді бізге айтқан сандар бойынша 248 мың жаңбырлатып суғару машинелері бар. Содан кейін ол жерден мысалы қанша гектар жер бар екен білмеймін, бірақ 100%-нан мысалы 48-49% жаңбырлатып суғару, тағы да бір 48-49% тамшылатып суғару. Қалған 1-2% жаңағы сол 500 мың гектар ол арықпен суғару дейді. Енді келесі нәрсе, арықпен суғару бәрібір кейбір жерлерде ол тиімдірек болады. Өйткені қайтадан келем, сіздегі инфраструктура, екінші сіздің қалтаңыздың қаражаты, содан кейін сіздегі дақыл, ол мысалы кейбір кісілер бар, мал шаруашылығымен айналысады. Олар айтады, біз жаңағы көп жылдық шөпті тек қана бар сумен суғарып отырсақ, осы су жетеді деп бізге. Оларға тиімдірек болса, неге ол кісі алып, инвестиция салып, ол жерге системаны қойып, ол кісі айтып отыр, маған ондай көп өнім керек емес деп. Мен ол өнімді сата алмаймын, шығара алмаймын. Мысалы бар, Жетісу облысында бір шаруа қожалығы айтады, біз жоңышқаны 80 шақырым жерден алып келеміз дейді ғой. Ойлаңыз, ол кісі сонда жаңағы 80 шақырымдық жерге өзіне инвестиция салып, ол жерде өнімді көбейтсе, ол 80 шақырымға одан да көп тасымалдау керек болады ғой. Ол кісіге тағы да үстіне қаражат түседі. Жарайды, ол өнімін көбірек алды. Ол оны өзіне көп көлемде жинап алды. Бірақ 80 шақырыммен 1 гектардан жоңышқанның өзін 10-12 тоннадан алатын болса, қаншама машине. Ол кісі 4 рет, 5 рет жоңышқаны шабады. 1 гектардан ғана айтып отырмыз. Ал біз мысалы 300 гектар жерді игердік дейік. Екіншісі, ол кісінің жұмысы бітпейді ғой. Мамыр айында басталды да, қазан қараша айына дейін тоқтамай жұмыс істейді. Ал былай, сол көлемдегі жерді 1-2 рет суғарса, өзінің өнімін алады, керекті, соны алып келіп қояды.
Ал өзінің мына ауылдың жанындағы жерлердің арқылы арзанырақ, бірақ тез алып келетін жаңағы кукуруза болсын, силосқа шабатын. Соны өзіне алып алады да, ақшамен санаған кезде оған тиімдірек болады. Уақыты да аз кетеді. Өзінің жұмысшыларының факторы да аз кетеді. Сонда жанар-жағар майы бар, техникасы бәрі жеңілдірек болады. Ал мысалы арықпен суарғандаған бір өлшем бірлігі бар ма шамамен бізде? Жаңа айттыңыз Иә, ғой, бар. бір гектарға 100 тонна кетеді дедік жаңа, иә? 100 куб кетеді дедік 100 қой? куб кетеді, иә. Ал арықпен суарғанда қанша кетеді? Оны негізі біз соны Орташамен. шаруаларға бар ғой, көп жерде түсіндіріп жүргенде түсінбейді. Мен былай айтайын. Стандарт дейміз ба, норматив бойынша Алматы, Жетісу облысы, оңтүстікті қарасақ, Жамбыл облысында қандай дақылды алайын? Қазір кукурузаны алайын. Көп, жүгеріні көп егіп жатқан жүгеріде тамшылатып суғаруда 4000-нан 6000 кубқа дейін керек. Бір жылдың ішінде осы біз егіп жатқан 1 гектарға. Ал егер арықпен суғаруды алатын болсақ, мына Алматы, Жетісу облысында 7100, 7600 куб, Жамбыл облысында 10300 куб арықпен суғаруда. Бірақ неге біз айтамыз жаңбырлатып суғару мен тамшылатып суғаруда 10 есе аз деп? Неге оны айтып тұрғанымыз? Өйткені әр жерде поляларда қалай түседі? Ана суы көп көлемде келгеннен кейін ол суды лақтырып тастау керек қой. Өйткені біз поляның басында судың деңгейі жүру үшін төменірек, бір жағы биігірек жерлерді қолданамыз. Ең соңы бізде суды көп алады. Ең басы суды аз алады, ортасында енді біз айтқан судың көлемі келеді. Сол үшін ол жерде мысалы Жамбыл облысында 10100, 10300 емес, ол жерде 15000, 20000 куб су кетуі мүмкін. Ол кісілер сондай суды 3 болмаса 4 рет қолданса, өзіңіз санаңыз, ол судың көлемі сонда 40, 20, 30 одан да көп кетуі мүмкін. Енді яғни ал тамшылатып суғаруда, жаңбырлатып суғаруда 4-6000 куб. Өйткені сізде жүйе тұр ғой, сіз сол жүйе арқылы қолданасыз. Сізде насос тұр, сізде құбырлар тұр, система тұр, болды жүйеңіз. Яғни суғаруды сіз өзіңіз контроль жасайсыз. Бір. Екіншіден, қоректік заттарды қажетті уақытта, яғни 100%-ті поляда тарата отырып жұмыс жасай аласыз. Бірақ шаруалар бар, сол келіп атқан сумен арықтың жүйесімен жұмыс істей алатындар. Мына арықтың ұзындығы дейді ғой. Мысалы, біз айтқан полямыздың ұзындығы 700-800 метр болса, оны 2-ге бөледі, болмаса 3-ге бөледі, болмаса 4-ге бөледі. Ал кейбір кісілер ол 700 метрге дейін ашады. Содан кейін 700 метр ұзындығы, ені бойынша 500-600 метр болса, соның 100 метр жерін ашып қойып, сол жерді 10 күн суғару мүмкін. Сіз ойлаңызшы, 10 күн ішінде жүгерінің арасы 70 сантиметр, сіз жасаған арықтың тереңдігі 15-20 сантиметр. Сол жердегі суды толтыру керек. Ол жердегі бәрібір су буланып кетіп жатыр, топырақ өзіне алып жатыр, өсімдік алып жатыр. Және де ең соңынан су жиналып, оны біз шетке лақтырып жатырмыз. Ең соңындағы жерді батпақ қылдырып, суды жаңағы толтырып тастамау үшін. Өсімдікке де зиян. Енді мынандай сұрақта, осы мемлекеттік бағдарламалар құрылып жатыр, су шаруашылығы бойынша министрлік құрылды. Енді Қазақстан жаппай су үнемдеу технологиясын дұрыс қолданатын шаруаларға субсидия беру компаниясын бастайын деп отыр ғой. Басқа жол жоқ қой. Сол үшін сол субсидиялар туралы мағлұмат бар ма? Шаруалар қандай субсидияны алады, қай уақытта алу мүмкін? Одан кейін оны алған кезде келешекте қандай одан пайдасы болады деген сияқты. Ең біріншісі бұл өкіметтен келіп жатқан ең маңызды көмектердің біреуі. Ол рас, барлық шаруалар айтады, өздерінің деңгейін, жұмыстарын бәрін санаған кезде сол субсидияға үлкен үміт артады. Барлығы айтып отыр. Қазіргі таңда барлық жүйеге берілетін сума бізде 400 мың теңге 1 гектарға. Жаңбырлатып суғару, тамшылатып суғару, жаңағы спринклер жүйесі бәріне 400 мың теңге. Ол бірыңғай төленеді. Бірыңғай. Бір жылдық төлем.
Иә, бағана біз сізге айтқан ең арзан жүйе 630 мың теңге, ең қымбат жүйе 1.800.000. Сіз 1.800.000-ге де сатып алсаңыз, сізге 400 мың теңге ғана береді. Ал мысалға тамшылатып суғаруда бірінші жылы 400 мың теңгені берді. Иә. Бірақ екінші жылы оның шлангілерін ауыстыру керек қой. Иә. Оған қосымша беріледі ме? Жоқ. Берілмейді. Тек қана бір-ақ рет береді. Тек қана бір-ақ рет Ол беріледі. шаруашылыққа сонда бір-ақ рет неше жылға беріледі? 1 жылға. Сіз ол жүйені сатып алғаннан кейін 3 жылдың ішінде ғана сол 400 мың теңгеге жаңағы өтініш беріп аласыз. Бір-ақ рет. Болды, бір-ақ рет. Ол мысалы кейін жаңа бір егіс қосатын болса жоқ. Немесе несін аудан үлкейтіп жатса. Ендеше 3 жылдың көлемінде сіз субсидияға өтініш бере алмайсыз. Мысалы, міне сіз алдыңыз 100 гектарға жүйені қойдыңыз. Сол 100 гектарға биыл емес 2024-те. 2024-те алдыңыз ба субсидияңызды, 2025 осы 3 жылдың ішінде сіз субсидияға өтініш бере алмайсыз. 26-шы жылы қайтадан не жаңартасыз жүйеңізді, болмаса оған басқасын алып келесіз де қайтадан субсидияға өтініш бере аласыз. 3 жылдың ішінде бір рет алсаңыз, келесі рет қайтадан беруге болмайды. Ал енді анау дренаж жерасты суларын қолдануға да субсидия беріледі ғой, қазу, құбыр қазуға. Мен былай бөліп тастайын. Өкіметтің жарлығы бойынша инвестициялық жаңағы субсидиялар бар ғой. Соларда 11-ші паспорт бар. 11-ші паспорт енді қазір орысша айтам, создание и расширение систем орошения деп аталады. Сол жерде жүйелердің 5-еуі де жазылып тұр, 5-еуі ме 4-еуі жазылып тұр. Ол субсидия 2-ге бөлінеді. Біріншісі сіз алған жүйеге 400 мың теңге. Ал екіншісі ол ең басында сізбен айтқан инфраструктура. Жаңағы тоқ, электронасос, су қоймасы, содан кейін сіз бір өзеннен болмаса көлден су қоймасына алып келген қашықтықтағы су құбырына да субсидия беріледі. Оның да бағасы 400 мың теңге. Ал барлығын есептеген кезде 1 гектарға 800 мың теңге субсидия беріледі сізге. Бірақ жүйелерге сіз компаниядан, мысалы белгілі бір компаниядан алсаңыз, сол компания сізге документтерді береді, құжаттарды. Сол арқылы 400 мың теңге аласыз. Ал мына 400 мың теңгені алу үшін инфраструктурадағы сіз лицензиясы бар, 1-ші, 2-ші, болмаса 3-ші категориялы ол кісілер жоба жасай алатын, және де құрылыс бойынша рұқсаттары бар компаниямен жұмыс істеу арқылы ғана, сол арқылы ғана субсидияны аласыз 400 мың теңгені. Енді көбінесе нарықта ондай компаниялар аз, және біздің де шаруалар өздерінің қаражаттарын қолданады да, жаңағы тек қана жүйе үшін ғана ақшаны алады ғой, 400 мың теңгені. Ал мына екінші 400 мың теңгеге көбісі өтініш бере алмайды. Жерасты суларына 1 гектарға 20 мыңнан 80 мың теңгеге дейін субсидия беріледі деп айтты. Ол неге қарайтын? Қайтадан 1 метрді жаңағы жерасты суын зерттеген кезде, қазба жұмыстарын жасаған кезде құжаттар бар ма жоқ па, қанша метр жерден су шығарып алдыңыз, соған байланысты. Соңғы 2 жылда бағасын төмендетіп жіберген болатын, 20 мыңнан да арзан болатын. Қазір қайтадан қосты бағасын, бірақ биыл қайтадан төмендетеді деп отыр. Ол 20 мың бір су 1 метріне. 1 метріне. 1 метр. Бірақ ол жұмысты ізденіп, ол жұмысты құбырды салып, жаңағы электр құрылғыны, насосты қойғанда 1 гектарға ең арзан жұмыстың бағасы, 1 метрге ең арзан жұмыстың бағасы 80 мың теңге болады. Ал ең қымбат суммасы 200 мың теңге. Сонда сізге 200 мың теңгенің 20 мың теңгесі ғана қайтуы мүмкін. Болмаса 150 мың теңгенің 40 мың теңгесі қайтуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Болды енді әжептеуір. Енді ол сондай сандар қазір өкіметтен. Ол жерге сосын тағы мынандай бір технология бар да. Өзіміз осы Алматы облысынан, осы Алматы маңында бір шаруашылық бар, алдыңғы қатарлы соя жүгері егетін, Қытай бұршақпен жүгері. Оларда тамшылатып суару жүйесі бар ма? Тамшылатып суаратын дейді, су әкелетін лентасы. Сол жердің үстінде, жердің астында жатыр да. Ол жүйе қалай негізі тиімді саналады ма? Менің түсінгенім ол енді 1 жылға арналмаған, менің түсінгенім.
Ол жүйе туралы қалай не ойлайсыз? Келешегі бар ма бізде? Қазіргі кезде жаңағы жер асты, жер беті деп тамшылатып суғару бөлінеді ғой. Бізге көп өтініш түсіп жатыр. Шаруалардың барлығы ең басты жаңағы кемшілігі тамшылатып суғаруда. Сол жылдағы жаңағы тамшылатып лента бар ғой, соны айтады да, жинап алуымыз, оны жинап қоюымыз, өткізуіміз сол ғана болып тұр дейді да, бізде қиын жағдай. Ал жер астына 30-40 сантиметрге тереңдетіп қойсақ, 10 жыл кемінде тиіспейміз дейді. Көбінесе бұл жүйелер қайтадан Америка құрама штаттарында қолданады. Ол жерде шаруалар 10 жылға 30-40 сантиметрге ленталарын тереңдетіп қояды да, бірақ ол жерде лентаның жаңағы қалыңдығы дейді ғой, сонысы 6 есе үлкен. Ең бастысы мықты жерлері. Сіз суды үнемдеп жатқан, өзіңіз мысалы тамшылатып суғаруды үнемдеп жатсыз ғой, сол сандардан тағы да 20%-ке азырақ қолданасыз. Сол арқылы, өйткені сізде ылғалдың барлығы шығып кетпейді, буланбайды. Өсімдік өзінің тамырымен ылғалдың бәрін алып жатыр. Ең басты мақсат. Екіншісі, қайтадан минералды тыңайтқыштарды 30%-ке кемірек қолданасыз. Ол да сізге ақша жағынан шығын түседі. Үшінші нәрсе, ол сіз жаңа қолданып жатқан жылда системаларды жинап алып, қайтадан салып жатқан кезде адамдарды жалдайсыз, техникаңызды қолданасыз, сол арқылы сол суммалардан алып тастайсыз. Ал былай санаған кезде өнім бірдей болады. Тамшылатып суғару, жер асты, жер беті. Бірақ жаңағы шығындарды алып тастаған кезде сіз тағы да пайданы көбірек табасыз ғой. Енді болашақта негізі тамшылатып суның осы жүйесі дамуы мүмкін ғой бізде де. Біздің ойымызша, өйткені Америка құрама штаттарында жаңағы соя, Қытай бұршақ пен жүгері көп егіледі ғой. Ал бізде жаңағы облыс аумағына байланысты, Жетісу облысында қазір шаруалардың көбісі қант қызылшасы, жаңағы Қытай бұршақ, соны жүгеріге айтып жатыр. Ал Алматы облысына жақын жерлер жүгері, Қытай бұршақ, жоңышқа. Соған қарағанда, ал мысалы Жамбыл облысы, Түркістан облысында бауға да қойған кездер бар, қойған жерлер бар. Көргенмін. Жер асты жаңағы жүйелерін. Ол кісілердің бәрі айтып отыр, жұмыс істеп жатыр, неге жоқ? Қояйық, жұмыс істейік деп отыр. Шығыны қалай? Енді бағасы жағынан айтатын болсақ, ең қымбат жүйелердің біреуі осы. Өйткені жерді қазу шығар негізгі жұмысы. Жаңа лентаның бағасы. Біз көбінесе шаруаларға түсіндірген кезде айтамыз, ол жаңағы мына жылыту жүйелері бар ғой, соған ұқсас жүйе дейміз де. Жылы еден сияқты ма? Өйткені жаңағы лентаға топырақ, болмаса өсімдіктің тамыры, болмаса бір құрт құмырсқа, жәндіктер кіріп кетуі мүмкін де. Соны тазарту үшін жаңағы лентада эмиттеры әдейі антисифонный деп аталады, орысша айтқанда. Сондай қолданылады да, оның бағасы ең қымбат болады. Мысалы, тазалап шығады ол. Ол кіргізбейді сол топырақты. Кіргізсе де жанында қайтадан сол суды тазалап, жүйеге қайтадан кіргізетін біз су құбырларын қоямыз ғой. Содан кейін тағы да сүзгіштерді қоямыз. Енді бағасы жағынан айтатын болсақ, ең арзан бағаны 630 мың, ең қымбат бағаны 1.800.000 дедік қой. Ал ана жерде, енді мен қазір ақш долларына шаққанда санайын, 3.200.000, 3 миллион шамасында шығады деп айтамыз ғой. Енді бірақ енді жаңағындай үнемдейтін болса, 2-3 жылдың ішінде ақтабылатын сияқты ғой. Өйткені жаңағы жұмыс күші бар. Өйткені тыңайтқышқа қатысты нелер бар, үнемдеулер болатын болса. Біз ол жағынан шаруаларға былай түсіндіреміз. Сіз қандай жүйе таңдамасаңыз да, ең басты сізде шамамен 5-10 жылға жұмыс бар. Мысалы, сіз жер асты тамшылау жүйесін қойдыңыз, 4 жыл жоңышқа ектім деңіз. Бұл сіздің 4 жыл білесіз, жоңышқадан басқа нәрсе тұрмайды. Оны 2 жыл жүгері егем дедіңіз. Содан кейін 3 жыл, мысалы Қытай бұршақ, болмаса 2 жыл ма 1 жыл қант қызылшасын егем дедіңізде, содан кейін қайтын жүгеріге еттім дедіңізде, болды сізде 10 жыл тұр. Сіз сол жүйе арқылы қолданасыз. Ана да қиын болуы жаңағындай тамшылатып жер бетіне қоятын болсаңыз, ауыстыру керек, басқасын өйткені сіз қарайсыз ғой бағаға да, нарықта қандай баға бар отыр. Мысалы, жүгерінің бағасы төмен ба, сіз тоқтап қаласыз да, жоқ, мен егін егіп тастаймын, жоңышқа егіп тастаймын дейсіз. Ал сіздегі жүйе
жоңышқаға келмейді, арпа бидайға келмейді. Сіз тек қана жүгеріні егу керек боласыз. Ал бұл топыраққа өзінің андай бар ма? Тұстаным, қай топырақ дұрыс емес? Жер асты заттты тамшылатып бұл суару. жерде енді механикалық құрамына келетін шығар негізі. Иә, біріншісі сіз дұрыс айтасыз, ал екіншісі біз айтамыз ол дайындық. Жаңағы ең басты трубканы салған кездегі дайындық. Біз үш нәрсені айтамыз. Біріншісі жерді жырту 30-40 сантиметрге дейін. Содан кейін чизилді қалай айтады екен қазақша? Қопсыту. Иә. Қопсыту. Соқа бар ғой, чизильный дейді ғой. Чизильный. Сол соқамен жаңағы жерді біз егіп жатқан бағыт бойынша, содан кейін қарама-қарсы перпендикулярно сөйтіп қопсытып тастайды. Содан кейін дисктермен 10-12 сантиметрге дейін өтеді. Сонда біз жаңағы жерде енді құмдауыт қылдырып жібереміз ғой. Жаңағы трубкамыз 40 сантиметр жерге дейін салынатындай. Сол дайындық жұмыстары жасалмаса, жаңағы трубка ұсақ-ұсақ түйіршіктер болса, ол да оған ертең қисық тұруына әсер етеді де, соның судың жылдамдығы да, судың көлемі негізінде біз байқағанымыз 40 сантиметр жерде тұрған су жоғары көтеріледі. Ылғал көтеріледі жоғары. Ол оңға солға тарайды, содан кейін жоғарыға тарайды. Ал өсімдік тамыры біз ең кем деген кезде 2-3 сантиметрге егілсе, ал жаңағы шемішке болмаса жүгері барлығын 6-8 сантиметрге егіп отырмыз. Ылғал жоғары көтеру арқылы тамыр оны алады. Бұл енді ол сонда мен ашып айта кетейін сұрақты. Тұзды топырақта болады? Енді тұзда керісінше біз судың көлемін көп алып келіп, сол суды су арқылы тұзды шаямыз, болмаса төмен түсіріп тастаймыз ғой, жаңағы деңгейден. Ондай көлемде су болмайды. Бір. Екіншісі, бұл жерде менің ойымша енді тұздың деңгейін төмендете аламыз да, тұқымдар таңдау керек болады. Төзімді дегенше. Болмаса, білмеймін, жаңағы біз суғару бастаймыз, жүйені қосамыз, 10-15 күн бұл жұмыс істейді де, тұздың көлемін жаңағы мөлшерін азайтады. Сол кезде біз егінді егеміз де, содан кейін қайтадан жүйені қосып, бір қалыпты деңгейде ұстап тұрамыз. Соны ғана жасай аламыз деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет. Енді бір сұрақ келді біздің көрермендерімізден. Қазір енді Түркістан облысында мақта егетіндер биыл су тапшылығынан өте үлкен мәселеге айналды. Сода шаруалар айтады, тамшылатып суғаруды мақтада қолдануға болады ма? Біз өзіміз іс жүзінде көргеніміз, содан кейін жаңағы біздің тауарымызды қоятын компаниялар бар ғой. Ол кісілер енді әлемдік деңгейде жұмыс істегеннен кейін бізге алма бақты да жаңбырлатып суғарумен өсіруге болатын көрсетті. Ананас дейді, жаңағы банан дейді, соны да тамшылатып суғару емес, жаңбырлатып суғарумен өсіріп жатқанын көрсетті де, күрішті де, мақтаны да біздің түсінігіміз бойынша екі жүйені қолдануға болады. Бірақ қайтадан өзінің бір қыр-сыры бар ғой. Жаңбырлатып суғаруда мен бағана айтқандай, сіз жерді өңдеудің тәсілін өзгертесіз технологияңызда. Екіншісі, сіз суғаруда 10-15 күнге ертерек бастайсыз. Өйткені мен білетін мақтада бірінші суда өте көп ылғал береді. Бірінші күннен бастап суды қосылған күннен 40-шы ма 50-ші күн, кейбір кезде 60-шы күн болады. Ал 60 күнде жаңағы 0 сантиметрден 10-15 сантиметрге ылғал кетіп қалады. Сол ылғалды жеткізу үшін ол кісілердің барлығы жаңағы екі арықтың арасын толтырып тастайды ғой суға. Солай. Ал жаңбырлатып суғарда сіз ол су көлемін жеткізе алмайсыз. Сіз 10-15 күнге ертерек бастау арқылы сол суды енді кем деген кезде 5-10 сантиметрге қоссаңыз, екі суды қосасыз да, сол арқылы мақта өзінің тамырымен ылғалды алып отырады да, ары қарай жақсы өсе береді. Процесс қойылады. Ал тамшылатып суғаруда да шамамен сондай, бірақ ол жерде жаңа булану процесі кішкене аздап өтеді ғой. Содан кейін сіз тамырға беретін минералды тыңайтқыштарды ертерек және де тез беру арқылы
өсімдікті өзіне ретке келтіріп аласыз да. Ол жерде мысалы 5-7 күнге ертерек бастайсыз да, жұмыс істей бересіз. Яғни топырақтың астындағы тамшылату жүйесі ғой. Мен ойымша жұмыс істеуге болады. Біз ондай жүйелерді санағанбыз. Түркістан облысында ол жүйелерді қойған 2017 жылдары, 2016 мына карантин кезіне дейін 2020 жылдарға дейін Ордабасы ауданында әсіресе жаңбырлату. Ордабасы бәр жерге қойды. Тек қана сол айтып отырмын ғой, бір құлықтары және де адами фактор ғой бәрібір. Адам жұмыс істегеннен кейін 20-30 жыл үйреніп қалған арықпен суғарып қаншама су көлем келді де, бір кезде сен келдіңде мысалы 10 есе аз су келіп тұр, ол кісі ойлайды, мына су жетпейді бәрібір. Кейбір шаруашылықтарға барамыз, жаңбырлатып суғару құралдары тұрады, өйтіп мына жұмыс жасамайды екен. Енді сұрақ туады ғой, сұрақтан сұрақ келсең, уақытысында суғару жүйесін жасамаған, уақытысында суармаған, тиімді қажетті құралдарын алмастырмаған, одан кейін температураны режимді де қалыптастырмаған, ананың суғарудың скоростінде хабар аздау екен. Ол енді бұл былайша айтқанда жаңбырлатып суғару, тамшылатып суғаруды игергің келсе, оны тереңірек зерттеп, біліміңді әр жыл жетілдіріп тұру керек қой. Енді кем дегенде 3 жыл. Соңғы жылдары негізі мамандарды көбейіп келе жатыр ғой. Қазір неден де байқасаң да, мамандарды іздеп жатқанды байқайсың, тамшылатып суару жүйесіне қатысты адамдар, жалпы суару жүйесіне қатысты адамдар керек деген сияқты жаңа технологиялар бойынша мекемелер, жастар өсіп келе жатыр. Енді біздің фермерлерді көбісі енді шаруашылық тараған екен, емденіп қалған ғой, көбісі агроном емес, олар су ресурстарына қатты біле бермейді. Сол үшін оларға да аман есен жүргізіп келе жатқанына рахмет айту керек. Құлдыратып жібермей. Олар да дамып келе жатыр ғой. Олардың бір жақсы жері шаруашылықтардың барған адамға бәрін есігі ашып, тақырыптар, кезген тақырыпта оны есімен бөліседі, тәжірибесін алады. Ізденеді, көп ізденеді ғой, іздену арқылы. Университет оқып жатқан, университет бітіріп жатқан жастарға да үлкен мүмкіншілікті. Оны мен сіздерге айтайын тура бар ғой, ол біздің ең үлкен бір ауруымыз. Өйткені бұл бағытта көбінесе мелиорация. Осы факультет келеді ғой енді негізі тақырыбы, тапсырмасы бойынша. Бірақ іс жүзіне келген кезде мелиорация мен суару жүйелері сол басқа бағыт. Мүлдем басқа бағыт. Біздің жерде бір факультет екен. Бұл көбінесе техникалық университеттерде водоснабжение және канализация дейді ғой. Соған ұқсас нәрсе болады. Өйткені іс жүзінде біз іздендік қой. Қаншама іздендік техникалық жағынан, судың үнемделуі жағынан, болмаса судың кетуі жағынан, оның жылдамдығы бар, қалай оны тасымалдау керек, сол сұрақтарды қойған кезде сол факультетте оқыған балалар жақынырақ болады. Сол жүйелерді түсінеді, бізге санап бере алады, соны қолданысқа келтіре алады. Ал мақта жайлы айтатын болсақ, мен бәрібір ойлаймын, көп кісілер қарсы жүйені қоюға. Бірақ ең басты нәрсе, ол жүйені қойғаннан кейін ертерек қосу. Екіншісі, қолданып жатқан минерал тыңайтқыштардың көлемін көбейту. Мысалы, азотты 250-400 килограмм қолданып жатса, 800-900 бір тоннаға дейін жеткізуге де болады. Бір. Үшіншісі ол микроэлементтер. Соны қайтадан бермесе, бәрібір біз берген азот, фосфор, калийдің пайдасы болмай қалады. Өйткені сіз технологияңызды өзгертесіз ғой. Содан кейін біздің шаруаларға мен көбінесе айтатын, біздің де басқа бағытта, осы бағытта жұмыс істеген компаниялардың бәрі айтады, кем дегенде 3 жыл. Бірінші жыл сіз қоясыз, үйренесіз. Екінші жыл сіз кемшіліктер бойынша жұмыс істейсіз. Үшінші жылы сіз енді 100%-ке демейміз енді. Шамамен 100%-ға емес, бір 80-90% толығымен жүйені түсінесіз де, сонымен жұмыс істей аласыз. Сонда сіз өзіңізге керек деген бір өнімді аласыз да. Ал 4-ші, 5-ші одан кейінгі жылдары тек қана бір қалыпты жұмыс істей бересіз. Бір жаңа жүйелер келген кезде өзгертулер болғанда соны қосасыз да, ары қарай жүріп отырасыз. 3 жыл кем дегенде жұмыс істеу керек болады. Олжас мырза, біздің де мынау сұрағымыз да аяқталды. Мынау уақыты біраз жерге таяп қапты енді.
келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Біріншіден құнды ақпараттар бөлісіңіздер. Мына өзгеге қайтам, мен үшін өте бір тың ақпарат топтары. Бұл салада жаңа өзіңіз айтқандай, бұл салада біз мамандар аз өте. Бұл саланы жетік білетін, біреуге жетік білуден бөлек біреуге жеткізе алатындай. Оның өзі бір қасиет қой. Сол үшін одан кейін алда бір тағы біздің ойымызда жүрген бір түсірілімдер бар. Егіс басында мысалы. Соны сізге бір ұсыныс айтсақ қалай болады? Мысалы, сол жаңбырлатып, тамшылатып екі түрі бар. Соны бір тәжірибелік бағытта бір кішігірім роликтер түсірсек. Ондай мүмкіндіктер бар ма? Мен тағы да рахмет айтамын шақыруыңызға. Айтып отырмын, мен өзімнің атымнан емес, жаңағы біздің ұжымдағы балдар, содан кейін ұжымдағы балдар, содан кейін басқа компаниядағылар осы бағытта жұмыс істеп жатқан барлығы айтып отыр. Енді бәріміз бір күнде 10-15 адаммен ғана кездесеміз. Осы жаңағы сіздердің кездесулеріңіз арқылы одан да көп адам көріп, үйреніп кетсе, ыңғайлы болады, тезірек болады деп отыр да. Ал кез келген түсірімге дайынбыз. Қай жерге айтасыз? Өзіміздің жұмыс істеп жатқан шаруа қожалықтары бар, соларға шақырайық, көрсетейік. Тек қана жақсы жақтарын емес, кемшіліктерін де көрсетуге жақынбыз. Өйткені кемшіліктерін айтқан кезде біз байқап қалдық, шаруа қожалықтары соған дайын болады. Жиналып алады да, соны шешуге дайындалады өздері. Ал жақсы жақтарын айтқан кезде ол кісілер біледі, ой, жақсы білем мен, оған былай да дайынмын дейді. Біз қазір барлығы кемшіліктерін айтуды тырысамыз, соған дайын болу үшін. Ал енді мысалға біраз сұрақтарды қамтыдық қой. Бірақ енді бұл 1% болуы мүмкін да, шаруалардың ішіндегі қажетті сұрақ. Соған алда Құдай қаласа шаруалардан сұрақ туып жатса, өзіңізге жолдасақ болады ма? Әрине. Телефон номеріңізді беріп, болмаса. Біз егер өзімізге жақын аудан болатын болса, облыстар, өзіміз шығып, сол жақ ауданда облыста жұмыс істейтін балдар барады. Болмаса, мысалы, солтүстік, шығыс, батыста егер біздің ұжымдағы балдар болмаса, басқа компанияларға беріп жұмыс істейміз. Барлығымыз бір-бірімізді танимыз ғой. Ең басты мақсаттардың бірі осы жүйелерді көбірек енгізу. Сол арқылы мөлшерін көбейту. Егер осы жұмысты атқармасақ, суды үнемдемейміз бәрібір. Бәріміз түсініп отырмыз оны. Сол стратегиялық бағыт. Ең бастысы сол ғана болып тұр бәріміз. Қазір бәсеке болмаса, содан кейін осы жүйелерді қоятын компаниялардың саны көп болмаса, үлкен көлемде, үлкен мөлшерде жаңағы осы суару жүйелерін енгізу мүмкін емес. Жалпы түсінікті. Жалпылама құрметті канал көрермендері, шаруалар, қызықты сұрақтарды қамтыдық деген ойдамыз. Алла берса, бұны жалғастырамыз деген үміттеміз. Олжас мырза да келісіп отыр. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Олжеке келіп, осындай өз біліміңізбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Алла разы болсын. Жақсы күндерде кездескенше сау саламатта болайық. Жақсы. Рахмет.